Шын білім әрдайым ақиқат, анық болатын білім. Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр ұялата алады. Баланы тәрбиешінің дәл өзіндей қылып шығару емес, келешек заманына лайық қылып шығару. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде. Ұстаздық жолындағы мақсатым болашақ ұстазды жаһандық бәсекеге төтеп беретін рухани бай, заман ағымымен қатар жүретін, ғаламдық озық технологиялар мен әлемдік мәдениетті танитын, инновациялық даму деңгейі жоғары, креативті, білікті маман етіп тәрбиелеу. Ұстаздық ұстанымым ой азабын көрмей білім бойға дармайды. Қойылған проблеманың шешімін шәкірт өзі тапсын, ойлансын, толғансын. Іздену арқылы ғана білім санаға сіңеді, ұғым түсінікке ұйытқы болады. Мұғалім қызметінің мақсаты тек өз пәнін игеру ғана емес, мұғалім адамды жасаушы адам, адал азамат етіп тәрбиелеу. Педагогикалық жұмысымның барысында теория мен практиканы байланыстыра отырып, ұрпақ тәрбиесі ең ұлы міндет дей отырып, болашақ тәрбиешілерімізді бүгінгі студент, ертеңгі жаңалықтың авторы, Павлодар қаласындағы мектепке дейінгі ұйымдарға білік дағдыларын ұштауға тәжірибеден өткізу. Шығармашыл жастары болашақтың сәулесі. Мейірім барлық жүректі біріктіреді, дамуында ерекшеліктер бар балаларға көмек. Облыс көлемінде мектепке дейінгі ұйымдар педагогтарына бірге болсақ өзгеріс жасай аламыз. Жақсылық жасаудан шаршамаған жан нағыз ұстаз. Бір жүрек, бір мейірім, мың өмірді жылытады. Мен және сен біргеміз атты педагогикалық волонтерлық тағы басқа тақырыптарға кеңестер ұйымдастыру. Қарттарым алтын қазынам атты еріктілер тобын құра отырып, қарияларымызға көмек, болашақ технологиямен бірге жасалады. Медиа кеңістіктегі әлем, радио, телевидение, кеңес алаңдарын ұйымдастыру жұмыстары оң жолға қойылды. Ұстазбын мен болашаққа көз салған, жақсы адам дайындауды қолға алған, меңгеруші әдіскер азаматпын, бала үшін жүрегімде от жанған, тәрбиеде өз үлгімді ұсынған, өз өнеген балаларға ұнаған, шебер ұстаз атануды студентке өмірінің мұрат етіп ұсынған. Шын білім әрдайым ақиқат, анық болатын білім. Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр ұялата алады. Баланы тәрбиешінің дәл өзіндей қылып шығару емес, келешек заманына лайық қылып шығару. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде. Ұстаздық жолындағы мақсатым болашақ ұстазды жаһандық бәсекеге төтеп беретін рухани бай, заман ағымымен қатар жүретін, ғаламдық озық технологиялар мен әлемдік мәдениетті танитын, инновациялық даму деңгейі жоғары, креативті, білікті маман етіп тәрбиелеу. Ұстаздық ұстанымым ой азабын көрмей білім бойға дармайды. Қойылған проблеманың шешімін шәкірт өзі тапсын, ойлансын, толғансын. Іздену арқылы ғана білім санаға сіңеді, ұғым түсінікке ұйытқы болады. Мұғалім қызметінің мақсаты тек өз пәнін игеру ғана емес, мұғалім адамды жасаушы адам, адал азамат етіп тәрбиелеу. Педагогикалық жұмысымның барысында теория мен практиканы байланыстыра отырып, ұрпақ тәрбиесі ең ұлы міндет дей отырып, болашақ тәрбиешілерімізді бүгінгі студент, ертеңгі жаңалықтың авторы, Павлодар қаласындағы мектепке дейінгі ұйымдарға білік дағдыларын ұштауға тәжірибеден өткізу. Шығармашыл жастары болашақтың сәулесі. Мейірім барлық жүректі біріктіреді, дамуында ерекшеліктер бар балаларға көмек. Облыс көлемінде мектепке дейінгі ұйымдар педагогтарына бірге болсақ өзгеріс жасай аламыз. Жақсылық жасаудан шаршамаған жан нағыз ұстаз. Бір жүрек, бір мейірім,
мың өмірді жылытады. Мен және сен біргеміз атты педагогикалық волонтерлық тағы басқа тақырыптарға кеңестер ұйымдастыру. Қарттарым алтын қазынам атты еріктілер тобы құра отырып, қарияларымызға көмек, болашақ технологиямен бірге жасалады. Медиа кеңістіктегі әлем, радио, телевидение, кеңес алаңдарын ұйымдастыру жұмыстары оң жолға қойылды. Ұстазбын мен болашаққа көз салған, жақсы адам дайындауды қолға алған, меңгеруші әдіскер азаматпын, бала үшін жүрегімде от жанған, тәрбиеде өз үлгімді ұсынған, өз өнеген балаларға ұнаған, шебер ұстаз атануды студентке өмірінің мұрат етіп ұсынған.